башламыз. Жайғасайық. Енді құдаларымызда құрмет көрсетіп, орындарыңызға түртіріп қол соққан құрметті қонақтар, сіздерге де алғысымызды білдіреміз. Келіңіздер, жайғасайық. Жастар, дайындаламыз. Және барлықтарыңыз жайғасыңыздар. Тойымызды бастаймыз. Ансамблі Шамалақ қайда. Соңамыз болайық жақыннан таныс, әуендер қалып бірге ортада билейік вальс. Хор қызы секілді бе отырсың көңілді күйде, қолымды қосып саған келіңіз шақырам биге. Қиды сенен өзімді ұстадым әлі, ішімде тіледім үнсіз бітпесе екен деп әуе. иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік едің, қанекей фотоға түсірші бақытты сәтімді менің. иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік едің, қанекей фотоға түсір бақытты сәтімді менің. Фотоға түсірші бақытты сәтімді менің, қанекей фотоға түсір бақытты сәтімді менің. Рахмет.
той құтты болсын. Рахмет, жалпы мынау қазақи қасиет. Алдыменен бисмилла деп сөз бастау, амандасу ол бірдей барлығымызға міндет. Бисмилласыз ешқашанда іс болмады екен. Ассалаумағалейкум, мырзалар және ханымдар. Астығы қаласыменен мұзды ертетін, елдің қуаныша, менің қуанышым деп білетін, әрбір қазақ менің жалғызым деп танитын, алдына келсе атасының құнын кешетін, ханның баласындай тік сөйлейтін, бидің баласындай нық сөйлейтін мәртебелі меймандар бүгінгі думанды тойымызға қош келдіңіздер. Жалпы қазақта жақсы сөз бар. Кімнің болса да санаттасаң, кімнің дастарханнан дәм татсаң, соның әнін шырқайсың деген. Жалпы бүгінгі қуаныш егесі, бүгінгі той иесі баршамызға мәлім, баршамызға белгілі. Өйткені бұл отбасыдан қаншама жандары түлеп ұшқан. Себебі бұл отбасы қаншама жанға тәрбие берген, қаншама жанға ағайын тәлім тәрбиесіменен елге, жерге қала берді. Түркістан облысымызға өте бір белгілі болған асыл жандар. Қашанда аттың тұлпарын жақсы көретін, құстың сұңқарын жақсы көретін, достарын жамандыққа қимайтын, қыздарын әр кезде қонақ деп сыйлайтын, бар болса тасымайтын, жоқ болса жасымайтын. Бүгінде сіздермен біздер уақ елінде, ал соның ішінде бірлігі жарасқан, тірлігі жарасқан Үсетбаевтар әулетінде Мұратбек ағамызбенен Нұргүл жеңгеміздің шаңырағындағы керемет тойдың барлығымыз бірдей бір кісідей куәсі болып отырған жағдайымыз бар. Ал енді қазақта жақсы сөз бар: бақытты басқадан емес, бақытты өз балаңнан іздеп тап деген. Бүгінде балдарымыз екі жасымыз, яғни атап айтқанда күйеу баламыз Жанарыз, қызымыз Луиза, 2 жасымыз баршаларыңыз бақытты біліп жатыр екен. Ал ендеше бақытты сәттеріңіз молынан болсын, бастарыңыз бақытты болсын, астарыңыз тақты болсын. 2 жастың Құдай қаласа өмірлері сәтті болсын, көңілдері шатты болсын, махаббаттары тәтті болсын. Құрметті тойхана қонақтары, 2 жасымыздың арқасында төрімізден орын алып жатқан жаңа құдаларымызға төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп, құдаларымыздың құрметіне шапалақ қайды. Бір ауыз анықтаманы айтып өттік. Енді сөз қадірі өз қадірім деген, көп сөйлеп сөздің қадірін жоғалтпай, уақытты созбай, бүгінгі кешіміздің жарық жұлдыздары 2 жасымызда, ең бірінші Луиза қызымызда арнайы шақырай. Әр қашанда жақсылықтан жалындайды жанымыз, қуанышта айтылады әніміз. Қарып салайық, орнымыздан тұрып, тұрсаңыздаршы, орнымыздан тұрып, тойдың болмады біраз болды дейді. Егер кім орнынан тұрады, той жұғысты болсын. Егер кім орнынан тұрмай, ол кісіге де той жұғысты болсын. Бір репетиция жасап көрейікші. Шапалақты ұрып, шаба келсе, бұдан да қатты ұрып. Орнымыздан тұрып, шапалақтан ортамызға арнайы қазағымыздың салт дәстүрін насихаттап жүрген Раяна сценарист қыздарымыздың себелдеуіменен Луиза қызымызды Асқартау әкесі Мұратбек әкесімен бірге ортамызға қарсы алайық, қол соғайық. Той құтты болсын ағайындар. Шашқан жүзіңнен
сұлу ма? Көрікті ма? Красавица ма? Бәрекелді, Құдайға шүкір. Ал енді өзі қыз баласы нәзік болады, бірақ мойнындағы жүгі ауыр болады. Бүгінде міне екі елдің үмітін ақтауға қызымыз ортамызға ақ ниетімен келді. Құдай қаласа қызымыздың қадамы әрқашанда оң болсын дейміз. Ал енді ниет адамнан, несібе Алладан, бақ Құдайдан, бақ жұбайдан деген қыздың асылын осы әулеттен тапқан күйеу баланы ортамызға шақырайық. Қатысыңыздар, күйеу бала, халқына сүйеу бала. Сенесіздер ме, сенбейсіздер ме? Бұндай күйеу бала әлемде біреу ғана. Алдарыңызда жанарыз күйеу бала, шабарак қайда? Рахмет. Екі жағындағы екі сценарист жеңгесіне құдағиларға бір қошемет қояйықшы. Сіздерге рұқсат. Рахмет сіздерге. Ал енді күйеу бала, оң қадаммен келіңіз, алдыңғы қадам басыңыз, алдыңғы қадам басыңыз. Бұлттан бек болсақ та, ұлттан бек бола алмаймыз. Ұлтыңызбен, үш жұртыңызбен микрофон ұсынай, оң қолыңызды кеудеңізге қойып, ассалаумағалейкум деп үш жұртыңызбен басыңызды иіп амандасыңыз. Ассалаумағалейкум. Ал енді байқаптарымын, күйеу баламыздың жүзінде нұры бар, мына жақта бір гүл бар. Сол гүлді екеуіңіз бір егіз сияқтысыздар негізі, жігіт жолдас екеуіңіз. Цветтес. Алғашқы гүл жақтары кімге? Енеме. Енеме? Тоқта. Енесі қайда еді? Келіңізші, Мұраттың тұңғыш қыз сияқты жүрміз. Мына жақта тұрыңызшы. Кімге дедіңіз? Енеме. Бұл просто ене емес, жанарыз. Бұл ене. Қалжыңдап айтам. Ал енді күйеу балаңыздың гүл жауын қабыл алыңыз, қомсап қоймаймыз ба? Рахмет. Екінші гүл жауын кімге? Әрине біздің Луиза қызымызға қомсаппаймыз ба қайда? Шыныңыз айтыңызшы, күйеу бала гүл береді деп күттіңіз ба, күтпедіңіз ба? Күттім. Мен басынан сұрайын, бұлай айтсаңшы, жоқ мен бұндай күтпейді, бере берсеңізші, кімің барадыр, ә? Мен басынан сұрайын, шыныңыз айтыңызшы, күйеу бала гүл береді деп күттіңіз ба, күтпедіңіз ба? Күтпедім. Күтпедіңіз? Таза әрсеңіз. Ал енді қалжың ғой енді, құрметті мына жастар, сезімдерін туысқылы екенді. Жанарыз, үйлену бұл әр жігіттің парызы, Құдай қаласа міне сол парызды өтелді. Бұл сәттерді оралмайтын ғажап көр. Луиза қызымыздан басқасынан аулақ бол. Бойдақ санын азайтыпсың, жарайсың. Қазақ санын көбейтетін қазақ бол. Жыласақ тек қана қуаныштан жылайық. Жастарымыздың бақытын бір Алладан сұрайық. Құрмет, қошемет, музыкалық марапат екі жасымызда тойхана төріне жайғастырайық. Қонсалайық ағайында. Махаббаттың құдіреті әлия, екі жастың табысына Ашылыңыздар. жастық жалын насыл арман әлия, бақыт сыйлады сұлтты күнге. Ой сүрге тәттігінде, жас жылайға шат күнде, ән салайық бейнелейік, шарықтасын шат күнде. Рахмет. Жайғасыға рұқсат, районы Бейтоба, сіздерге де көп-көп рахмет. Ал енді бүгінгі кешіміздің сәнін мәнін келдіретін жастарымызда тойхана төріне жайғасып алған болса, әрмен қандашыққа сұрайық. Әр елдің өзінің бір көш басаған көсемі болады, сөз бастаған шешені болады. Біз ортамызға арнайы бүгінгі тойымызда ақ батасын ашып беруге осы әулеттің үлкендері, көшін алға тартып келе жатқан ақсақалды қарияларымызда, және де сонымен қатар әулеттің жанашырлары, әулеттің барша ағайындарын қоса шақырып, бүгінгі тойымыздың бет пердесін ашып алғаны жөн санап отырмыз. Құрметті қонақтар, бүгінгі тойда хабарландыру. Бүгінгі тойда
хабарландыру бүгінгі той басқа тойдан ерекше. Ерекшелігі сондай. Бүгінгі тойда құрметті қонақтар, сіздердің аттарыңызды атап, түстеріңізді түстеп, бөліп жармаймыз. Тек қана мәртебелеріңізді ғана айтатын боламыз. Яғни нағашылар дегенде нағашылар, құдалар әпке жезде жиен бөле дегенде дәл солай біздің атымызда атамады деген өкпелеш болмасын. Бірақ біз әулеттің үлкендерін айтамыз, әулеттің үлкендерін бастаған жалпы ағайындар, ортамызға жұбайларыңызбен келіңіздер. Атап айтқанда Есірге бата бастаған Жарқынға бата, Жарқынбек ата, Әмірбек ата, және де арнайы Жандарбек аға. Осы әулеттің үлкендері бастаған әулетіміздің барлық ағайындары, жұбайларымызбен бірге ортамызға келіңіздер, бір Аллаға сеніңіздер, тойымызға аш беріңіздер. Ортаға мархабат. Келіңіздер, әулеттің ағайындары және әулеттің барлық аяулы аналарымыз. Не әулеттеріңізде әйел азаматшасы келсеңіздер, енді келе жатыр ма? Келіңіздер, жұбайлары. Ассалаумағалейкум, амансыздар ма, қош келдіңіздер. Мұрат аға, ортаға келіңіз, жеке өзіңіз, жоқ, бір минутқа, менің қасыма. Халыққа қарай, құрметті қонақтар, менің Мұрат ағама без музыка шапалақтарыңызды қызғанбай ұраласыздар ма, неге екенін айтамын қазір. Қонсығайықшы. Орныңызға. Мен неге бұл кісіге шапалақ сұрап жатырмын? Білесіздер ғой, той істеген кісі уайымдайды. Менің тойым қалай өтеді деп. Бірақ Мұрат ағамды байқасам, ондай тым уайым жоқ жаңа тойда. Рахат біреудің тойында жүргендей. Мұрат аға тойсыздық ма? Иә, менікі. Не үшін бүгінгі тойды уайымдамайсыз деп Мұрат ағамдан сұрасам, Мәкеңнің маған айтқан сөзі, асаба балам, мен ағайым барда маған неғам бар дейді. Әуелі Алланың арқасы, алтын тоның болса да жағыменен жең керек, әкең патша болса да ағайын туысы ел керек деген. Бүгінгі тойдың өтуіне үлкен атсалысқан осындағы ағайындарымызға қалай шапалақ ұрмаймыз, бір қошеметтеп қояйық. Бүгінгі той басқа тойдан ерекше. Бүгінгі тойда тамада аз сөйлейтін болады, тілі қысқа болады, би ұзақ болады. Яғни бүгінгі той жиналыс емес, бір жақсы демалыс қылайық. Сондықтан өздеріңізден үлкендерімізден аумин деп ақ батаны алайық. Үлкеніміз қайсы? Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Рахмет. Құрметті қонақтар, қадірлі қауым, қош келіпсіздер. Әрбір атқан таңымыздың нұры, нұрлы, ажарлы, күніміз шуақты, кешіміз жарық болсын. Кең байтақ қазақ даласында тұрақтылық пен тыныштық, бірлік пен береке болсын. Міне өзіміз куә болып отырғандай, бүгін інім Мұратбек пен келінімнің Нұргүлдің шаңырағында үлкен қуаныш. Міне қызымыз ер жетіп, оқу бітіріп, диплом алып, өмірден өзінің серігін тауып, бүгін барлығымызды екі қауым жұртты қуанышқа бөліп жатқан жайы бар. Қуаныш құтты болсын, інім. Қуанышқа ұласын. Мынау бүгінгі кештің иелері, мынау балам мен қызым үлкен өмірге қол ұстасып, көңілдері жарасып, үлкен өмірге қол ұстасын, аттағалы тұр. Аттағалы тұрған қадамдары құтты қадам болсын балаларым.
Өмірлерің мәңгі сәнді мәуелі болсын. Мынау бүгінгі күн сендердің өмірдегі ең үлкен қуанышты күндерің, есте қалатын күндерің. Жаңағы дәптердің жаңа беті ашылған күн. Шаңырақтың ішіне көтеріп жатқан отауларың құтты болсын. Отауларың бақ болсын, сән болсын, мәнді болсын, мәуелі болсын, өніп өссіңдер. Елдің қалаулысы болыңдар балаларым. Сендер екі қауым елдің көз қуанышы болыңдар. Еңбектерің жемісті, тапқандарың берекесі берсін. Құда қаласа, атам қазақтың жолын қуып, шаңырақтарың мәуелі болып, қуанышқа кенеле беріңдер. Сол қуаныштың басы қасында болу баршамызға нәсіп етсін. Ал жаңа жекжаттар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдалық екі жаққа да құтты болсын. Құда қаласа, қуанышты алдағы уақытта екі жақтың біргелесіп бөлісу нәсіп етсін. Ел аман жұрт тыныш болсын, әрбір шаңырақта амандық абырой болсын. Әрбір шаңырақтың босағасынан құт береке ырысын ертіске артылмасын. Көргеніміз бүгінгідей той болсын, тойда қауышу баршамызға нәсіп етсін. Қазақтан ми таза болмай, тіл таза болмай, тіл таза болмай, жүрек таза болмай. Сол ми мен жүректі таза ұстау үшін, таза сөйлеу үшін осындай үлкендеріміздің әрбір айтатын ақ батасын, жақсы сөзін санамызда сақтап қалуымыз керек. Осы әулет Құдайға шүкір бақытты, көз тимес, өйткені осындай әулеттің көшін алға тартып келе жатқан үлкендерінің беретін батасы бар. Лайым қабыл болсын Құдай қаласа. Келесі жолын көрсетіңіздер маған. Қосыламыз ба? Апаларымызда. Құдай қаласа, апа, сіздің жолыңыздың жасыңызда, жеткен жетістігіңізді Луиза қызыңызға Аллах Тағала нәсіп етсін дейміз. Құдай қаласа. Қош келдіңіз. Енді құрметті құдалар, мына жаңа құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құда қаласа мына екі жасыңыздар уақытта бақытты болып, Луиза қызы мынау Мұрат баламенен аға келінінің жақсы тәрбиесін алған сондай саналды, инабатты, ізетті қыздардың бірі деп ойлаймын. Құда қаласа мына абысындарыңды білеміз, қойымыз аралас, жаңа бірге жүрген, бірге тұрған келіндерім, енді осы абысындарының соңынан ере беріп, тек жақсы деген сөзді естіп бізге нәсіп ете берсін. Бақытты бол жандарым. Біз онда қазір сөздің қорытындысы, бауыр барда бақытсызын дей көрме, өз басының қамын ғана жей берме, қан мен жан бір тамырдан жаралған, бауыр барда бақытсызын дей көрме. Мұратбек аға, сіздің бір туған бауырыңыз Жандарбек ағаңыз бар, осы бақытты сәтті Аллах Тағала көп көрмесін дейміз. Бүгінгі ағайындардың тілегін қорытындылайын деп жатқан Мұратбек ағамыздың бір туған ағасы Жандарбек ағамызға бір жақсы қошемет қояйық, иә? Рахмет Тамадан. Үлкен ағаларымызға бір екі ауыз тілектеріңізді, онда тұрған еш нәрсе жоқ, бір екі ауыз тілектеріңізді білдірсеңдер, мен қорытындылаймын. Ал құрметті қонақтар, бір енді шақыр жеріме құда болдық. Айнен балам әкенің өте жақсы адаммен жаңғырды өте бір жақсы жігіт еді. Біздің ағамыздың тәрбиесін алып, Жүзәлі ағамыздың тәрбиесін алып, сол кісінің баласындай болып кетіп еді. Қаласы сенде шаңырағымызға бір баламыз болып келіп жатсың, әнен Құда қаласа бақытты болыңдар. Дендерің сау болсын, бай болыңдар, бақытты болыңдар, әр уақытта жақсы той болсын, той болсын. Ал бауыр деп жатсың ғой, менің өзімнен үлкен ағам өмірден өтіп кетсе де, орында бар оңалар, жеңгеміз бар осы жерде, Құда қаласа өсіп өліп отыр. Сол жеңгемізге бір жақсылап тілек білдіріп жіберсек, содан ары қарап мен өзім жалғастырамын. Рахмет, жеңгеміз қыз, осы әулеттің класс жетекшісі. Кеш жарық құрметті қонақтар, мына бүгінгі қайнымның, келіні мен қайнымның қуанышына жиналып отырған көпшілігімізге рахмет. Дендеріңіз сау болсын,
өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Ал мына қызым мен балама келетін болсам, бақытты болыңдар. Тіккен отауларың биік болсын, шаңырағы кең болсын, бай қуатты болыңдар, дендерің сау болсын, бала шағалы болыңдар, Құдай қаласа. Осындай той бәріңізге құтты болсын. Мына Мұрат қайным мен Нұргүл тойларың құтты болсын. Мына қаптың аузы ашылды деген осы. Ар жағында қыздары тірелді, Құдай қаласа, аяқтарын үзеңгіге салып, бұдан да жақсы құдалар келе берсін. Ал мына құдаларым төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Әрдайым мына алтын көпіріміз бұзылмасын. Бақытты болсын жастарымыз. Рахмет. Мынау кеш жарық бәріктеріңізге бүгінгі мынау мен бауырым менен келінімнің қуанышын бөлісіп, алтын уақыттарыңызды бөлісіп, мынау ұзақтан, жақыннан келіп жатқан құда жекжаттар, ағайындар, туысқандар, бауырлар деген сияқты мына жиендер бар мекта. Сол сияқты қыздар бар, ол жоғарғы отырған. Мына барлығыңызге рахмет айтамын. Мына құдалар төрге шығып, төрден орын алғандарыңыз құтты болсын. Аманшылық болсын. Құда қаласа, тойымыз тойға ұласа берсін. Ал Мұрат інім, келінім Нұргүл, мына Құда қаласа бүгін жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Құда қаласа, жаңа жеңгеміз айтып кетті, ағамыз айтып кетті. Мына қаптың аузы ашылып, арғарап жалғаса берсін. Өмірі осынысыменен қызық. Құда қаласа тойымыз той боласып, арғарап жалғасса, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Құда қаласа жақсылық нәрсе. Ал мына жастарға тілейтінім тек қана бақыт. Сіздер бақытты болсаңыздар, біз бақыттымыз. Бақытты ғұмырлы өмір сүре беріңіздер. Құда қаласа арғарап өмірлеріңіз жалғаса берсін. Төрде шығып, орын алып, құдалығымыз өмірлік болып, арғарап жалғаса берсін. Күйеу 100 жылдық болсын, құда өмірлік бола берсін, жалғаса берсін. Барлықтеріңізге рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, мына көршілер деп отыр. Мысалы, барлықтеріңізге рахмет, дендеріңіз сау болсын. Мына бүгінгі дастархан өздеріңізге жайылып, сол Мұрат інім менен келінімнің дастарханымыз жақсылыққа жайылып, сол дастарханнан дүзден татып, ойнап күліп отырыңыздар. Құда қаласа, тойымыз той боласын, жастар бақытты болсын. Бүгінгі тойымыз ашық. Құда қаласа, барлықтеріңізге жақсылық, осындай той көріңіздер. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Көппен көрген ұлы той дейді, құрмет ағайын. Бүгінгі тойымызда енді барлық емес, бірақ қазіргі заманда енді уақыт жоқ, уақыт жеткізу қиын. Бүгінгі той енді басқа тойдан ерекше өткізейік. Қазіргі той аналарыңыз беріп, бүгінгі тойда той бітпей кетіп қалып жүрмеңіздер. Бүгінгі тойымыздың соңына дейін Мұрат ағам мен Нұргүл жеңгемен бірге болыңыздар. Өйткені мәкен бұл тойда неше жыл Құдайдан тілеп күтті, Құдай қаласа. Сондықтан бүгінгі тойда барлығымыз соңына дейін отырайық. Кім тойдан кетіп қалмай, соған той жұғысты болсын. Егер кім кетіп қалады, оған да жұғысты болсын. Суретке солайық. Сосын барып, сый-сияпаттарыңызды бересіздер. Бірінші сурет. Суретке түсейік. Сәл бір күліп түсеңіздер, реңгенген суретқан жоқсыр. О, тойда суретке түсіп жатсар. О, қада, шығарыңыз қанша. Ағайынның біразы сый-сияпат беріп қойған е, жәке. Енді беріп үлгермегендері табыстауға рұқсат, салдың ортаны ашып жайғасайық. Жандарбекке рахмет сізге, көп рахмет. Той құтты болсын.
әсем әнменен тәтті күй, жүрекке түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Хакім Абай атамыз айтып кеткендей, баршаларыңыздың патша көңілдеріңізге ән сәлеммен жылу сыйлайтын ортамызда менің Нұргүл жеңгемнің ең жақсы көретін әншілері алдарыңызда Раяна триосы. Қарсы алыңыздар. Мұратбек аға мен Нұргүл жеңгемнің құрметі ыстық ықыласы бүгінгі тойымыздың ыстық атыс мәзірі дайын болған екен, соны алдарыңызға ұсынайық. Қарсы алыңыздар осы салтанат сарайы әдемі тойханамыздың ең үздік аспаздарының қолынан әзірленген қазақтың ұлттық асы ет, бешбармақ. Қабыл алыңыздар. Ал енді
астарыңыз дәмді болсын. Ас келген кезде енді өзіңіз мазаламаймыз. Дәм алыңыздар, дем алыңыздар, ән тыңдаңыздар. Сол әнді жолдайтын ортамызға және де Раяна Триосын қарсы алыңыздар. Құрметті қонақтар, сабақ кеңес сәтімен әрменғарда жалғастырып, бүгінгі тойымыздағы барлығымыздың көпкен бір мақсатымыз той иелеріне, төрге шыққан құдаларға, төріміздегі жаңа отбасы Құдай қаласа 2 жасқа ақ тілегімізді арнау. Ал енді сол келесі тілекті ортамызда жалғастыратын адамзаттың 3 жұрты болады. Соның ішіндегі ең сыйлы жұрт, ең шыншыл жұрт, ол нағашы жұрт. Нағашылар келгенде жиендерін бағашылар, жиендерін бағын ашып келген нағашылар, қош келдіңіздер. Ортамызға енді құрметті нағашылар, аттарыңызды атамаймыз, түстеріңізді түстемейміз. Менің Мұратбек ағамның қимас қайын жұрты Нұргүл жеңгемнің түлеп ұшқан төркіні, яғни Луиза қызымыздың барлық нағашылары ортамызға жаппай жұбайларыңызбен бірге шақырамыз. Келіңіздер, жаппай нағашылар, биле-биле. Нағашылар, жай келмейміз, биле-биле келеміз, той құтты болсын. Біздің күткен ұшып қонатын, менің сәлем ал, менің сәлем, менің сәлем сұлу болатын. Менің сәлем ал, менің сәлем, менің сәлем сұлу болатын. О, нағашылар келіңіздер. Күндегі ай, келеді ай, бақытты бол
Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Көке, ассалаумағалейкум. Атыңыз кім? Бауыржан. Бауыржан нағашы. Және сіздің есіміңіз кім? Оразкүл. Екеуіңіз ортаға келіңіздерші, келіңіз. Бірдеңе білдіріп қойсын. Тілек берейін отқан жоқ мен сізге. Тілек айтпайсыздар, келіңіздер. Екеуіңіз қатып. Бұл кісі кім болады сізге? Қайнағам. Ойбай, тұра беріңіз. Келіңіз, сіз келіңіз. Көке, сіз жетесіз ма? Келіңізші. Құрметті ағайын, осы Бауыржан нағашыға шапа ұрайыншы, бола ма? Құлақтарыңызға алтын сырға. Қазір мына бүгінгі тойда барлығымыз ортаға тілекке шақырамыз. Сол кезде ортаға жай келмей, осы менің Бауыржан нағашымыз секілді билеп келіңіздер. Сіздер билеп келсеңіздер, тойдың егесі іштей марқайып қалады. Бауыржан көке, мына отырған халыққа қалай билеп келу керек? Bir көрсетсеңізші ортада. Жібермей асыра. Міне! Шабалақ қайда! Сіздің бейіңізші, кейін WhatsApp-ға жазып бізге келіңіз. Өте әдемі бей. Қош келдіңіздер, той құтты болсын, тағы той кешкілеріңіз құтты болсын. Нағашылар келгенде жиендерін бағашылар де, жиендерін бағашып келген төрлеріңіз оңынан болсын Құдай қаласа. Құрметті қонақтар, назарымыз ортамызға бұрайық, тыныштық сақтайық, ортамызға тілекті бастайық. Үлкеніміз қай жағында, маған жол көрсетіңіздер. Үлкеніміз. Өзіңіз қоя, бейді де өзіңіз бастайсыз, тілекті де өзіңіз бастайсыз. Қош келдіңіз. Тілектің асыға мұны пейгетімен Құдай арғара жалғастырып, елдің баласы болу керек. Ассалаумағалейкум, мына бүгінгі құрметті Мұратбек пен Нұргүл қызымыздың қуанышына бөлісіп, екеуінің қуанышына, құттығысына айтайық. Мына балапанымызға Құдай қаласа ақ жол тілеп, бата берейік деп келіп отқан қалайық. Сіздердің мына тілектеріңіз Алла қабыл етсін. Арқасқан адамдарымызға Алла бақыттың нұры жауып, осындай тойға жете беріңіздер. Мұратбек Нұргүл айналайын, мынау бүгінгі қуаныштары, бұл қуаныштығы үлкен қуаныш өткені. Алла сендерді екеуінің басын біріктіріп, отау құрып, одан мынау перзент болған, сол перзенттерді аялап, өсіріп, оқытып, мынандай өзінің жаңағы Алланың соларға берген ниетімен өз ұяларына өсіп деген үлкен Алланың сендерге берген бір міндеті. Алла сендерді осы міндеттерді қалай жалғастырсын, жаңа берсін. Мына Құдай қаласа үлкен қыздарыңыз келсе, артынан мына қыздарыңыз егіп осындай тойға жетіңіздер. Бұл сендердің қуаныштары біздің көз қуанышымыз болып жүре берсін. Ал қызым, балам, мынау балам дейін атын есіне шықпады, Шыңғысханбек. Жанар емес, жанарыз. Жанарыз. Мына бүгінгі той, Лизаның тойы ғой, Жанарысқа Лизадан бастайын. Лиза Жанарыс, Алла сендердің ниеттеріңді қабыл етіп, екеуіңді өмірлік болғанда да сынау, өмірдің аяғына дейін қол ұстасып жүретін осындай сендерге Алла бір үлкен көздерімен қалап сендерге бақыт тілеген екен, сол бақыттарын баяндап осыны айналайын. Алла мынау бүгінгі басқан қадамдарың құтты бол, берекелі бол. Әр басқан қадамдарында бақыт пен байлық бол. Дентерінде саулық бол. Мына елдерінің жаңағы батырлардың көбейтетін жанұясы бола беріңдер айналайын. Бізге мынау апа екеуміз сендерде болғанбыз. Одан кейінгі біздер мынау Өске, мынау Мұрат пен Нұргүл де сендерде болған. Сендер де бізде болыңыздар айналайын. Дендерің сау болсын, бастарың аман болсын. Алла сендер ел-есіңдер тілектеріне жеткізіп, бақытты баянды өмір сүріп, өмірде шынылы болып, осындай тойға сендерді жеткізе беріңдер, айтатын сөзге, бірақ ең жақсы деп ынтымақтарың болып, есіктеріңді бала, осыларына бақытты байлық кетпесін айналайын. Мынау әр бүгінгі басқан қадамдарың құтты да, берекелі де, бақытты болып, аңсаған армандар жете беріңдер. Жас кезінде байқары көптен кейін ұрпаққа айтары көп дейді ғой. Осылай кейінгі жас өскелең ұрпаққа ақылыңыз айтып жүре беріңіз. Көкемнің айтам деп тұрған сөзін бәрін айтып қалған сияқтысыз. Рахмет. Көке, келесі тілек сіздің жолыңыз бар. Қош келдіңіз. Қарындасымыз той құтты болсын. Мына 2 жасқа қаласа жаңа өмірге қадам басып жатыр.
мына өмір теңіз, жүзіп өтеді демеңіз, игіліктен жасалмаса кемеңіз, сендерді Құда қаласа Нұх пайғамбардың кемесі тосын алдарынан бақытты болыңдар. Мына құрметті көпшілік сіздерге денсаулық, отбасыларыңызға аманшылық, мұраттың үйінде осылай той үзілмесін, қазақтың тойы бітпесін. Апамның жолы ма? Солай ма? Апам қош келдіңіз, той құтты болсын. Нұрекеңнің ба? Иә, Нұрген жеңшем мамасы ма? Қошемет деп қояйықшы, құрметті ардақтайлар. Менің Нұргүл жеңгемнің апасы, Луиза қызымыздың нағашы апасы ғой, иә? Нұргүлден 4 жас кіші көрдіңіз, қайда айтамыз? Рахмет айналайын, қамалда, асаба. Ал, қымбатты, құдағайларым, екжақтар, ағайындар, нағашыларым, мына құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құда қаласа мына менің Мұрат әрі нағашы інім, әрі күйеу балам, әке қызымды беріп отырмын ғой енді, сүйек жаңағы. Не деймін, тойлардың алғашқы тойларың құтты болсын айналайын. Ырым алды тойларың құтты болсын, тойларың тойға жалғаса берсін Құда қаласа. Мына алғашқы немерем Луиз айналайын. Мына тіккен отауың биік, шаңырағың берік болсын айналайын. Іші толған қара домалақтар болсын, дендерің сау болсын айналайын. Менің немерем ата-анасының борышын өтеді, әйтеуір 11-ді бітіріп, өз несімен оқуға түсіп, грантқа қызыл дипломмен бітірді, оның үстіне магистратураға түсті. Әке-шешесінің үмітін ақтады, енді жемісін өзің үйренейін айналайын, күйеу бала екеуің. Тек қана бақыт тілеймін айналайын сендерге. Бақытты болыңдар, үгілі болыңдар, дендерің сау болсын, байдарлықты болыңдар, өмір-жастарың ұзақ болып, Құда қаласа, осы кезде шілдехана тойда шөберенің қолынан май жалайын, Алла тағала соған нәсіп етсін. Тілектеріңіз қабыл болсын. Жастарымыздың болашағы жарқын болса, көңілдеріңіз оған алаң болса, күйеу баламыздың есімі Жанарыс. Жанарыстың баласының тойында тілек айтып тұратын Бауыржан ата, нағашы апа аман болса деп шабаланып қояйық. Нағашы ата мен нағашы апаның тілегіне Құдай қаласа Аллах тағала амандықты нәсіп етсін. Көкелер, меймандар, қосыламыз ба? Қайсысы мынау ма? Кемшісіз андай бар. Необычный тілек айтыңызшы, бәрі айтып отырмыз, сіз басқаша андай. Орысша ма? Саламатсыздар, қолдарыңыз құтты болсын, тойға қалсын, Луиза, тойға құтты болсын, шаңырақтарың кең болсын, бәрі қабыл болсын, тойға қалсын. Көкеге сіз айтыңызшы, көке бір ең қазір балиға шыққан сияқтысыз. Ассалаумағалейкум. Көпшілік, жаңағыдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Бүгін айтылатын жақсылықпен, берсінен қалған шарла болсын, екі жас бақытты болсын, Құда қаласа екі жас бақытты болсын, бәрі жақсы болады. Қоныстардың арманына жетсін, дейміз, бәрі айтылатын жақсылық келеді. Ертең айтамыз, ертең қалған шалғамыз. Қосыламыз, ал, кім? Кеңіз. Қазір мен қайын екеуміз өмірден өтіп кетті, қазір бажам бар, бірақ сол үйдің отын өшірмей, көгерін өсіріп отқан келін. Айту тілекті орны бар. Дұрыс, рахмет көке. Мұрат көкеге ырзамын негізі, бәрін орнымен жасайды екен. Сосын мәке, сәл күліп тұрыңыз, және сіздің түріңізде баяу ғой, кісілердің түріңізде. Әйеліңіз артысы өтірік болсын да күліп тұр ғой, сәл күліп тұрыңыз. Той сіздің ғой, қош келдіңіз. Мына бүгінгі келген жиын тойға келгендеріңізге рахмет. Бүгін екі жас бақытты болсын, Алла мақсаттарына жетсін. Құдай қаласа осы жылдай бес тойға бара береміз.
Kenç siz özünüz orada, men qasam kenç. Kediniz. Mına жерге turasiz. Nағашыларға тұрайыншы. Құрметті қонақтар, бір сәтке қараңыздар ортаға. Жаңа құрметті нағашылар, сіздер тілек айтып болғаннан кейін микрофон маған бер деп Нұргүл жеңгем айтты. Неге десем, мен нағашыларыма дайындаған кішкентай әнім бар деп. Соны осы жерде айтып берсем рұқсат па? Менің Нұргүл жеңгем ән айтайын деп жатыр, жақсылап тыңдап алыңыздар, құрметті қонақтар. Мен басымен бастап берейін. Ол кісі әніне ұялып қалмасын, сіз жалғастырасыз. Мына жаққа қарап айтамыз, қараңыз. Ол өсірген Қиядан, мына жаққа қарап айта беріңіз. Қыз өсірген қиядан тоямызға келдіңіздер. тоянама тоянама жарайды, жуатса қажатасың ба? Сөйлей болмаса суретке соларды бірінші суретке солай кейін барып тойына береміз. Кел дегенде ше. Ал сипаттарыңыз табысуға рұқсат. Ендеше сипаттарыңыз табыса ортамызда барша тойхана қонақтарға жаппай би көңілдірек билеңіздер.
Ой, бәрекелді, рахмет. Көз бәріңіз жол отыргестір ғой, қашан би болады екен деп. Міне Құдайға шүкір, қыздар құлбырды, жігіттер жұлқынды. Ортаның ажары ашылды, биден маржан шашылды. Өзі той болғаннан кейін әншілер сайлаулы болса, бишілер ойнауда болса, қуаныш қойнауда болса, бүкіл ел тойлауда болса, тойдың сәні мәні сол емес пе қадірлі ағайын. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге бармақтарынан бал тамған, балдай тәтті аруларымыз, Қазығұрттың қыран шыққан биігінен қиялап өскен сұлулары Раяна би ансамблі өнерімен қарсылай қадірлі ағайын. Қошемет жасап, айқайлап, тайпайлап жатқандарға көп рахмет білдіріп қояйық. Қадірлі ағайын, бүгін той, бүгін қуаныш. Енді көргеніміз бар, көрмегеніміз бар. Әуелі баршаңызға ассалаумағалейкум деп амандасып қояйық. Сәлем сөздің патшасы сөз сұрасы дейді. Ендеше қадірлі ағайын, баршаңызға той көріңіздер, той жұғысты болсын дегім келеді. Өйткені бүгінгі Нұргүл жеңгеміз өз қолынан шыққан туындылары бар екен. Сол туындыларынан келген қонақтарыма кішкене сыйласам деген ниеті бар. Бұл туындылар жай туындылар емес, арнайы құрап тіккен туындылар. Яғни біздің үйге келген, біздің қуанышымызға келген әр адам құралып, өсіп, өніп, өзімен өзі көбейсін деп сіздерге тілегін ниетін білдіріп жатыр. Ендеше қазір енді осы сыйлықтарды сіздерге таратайын деп жатырмыз, қадірлі ағайын. Нұрғали өз таныстарына ғана берді деп есептеп қалмаңыздар. Мен қазір сұрақ қоям, жеңіл-желпі сұрақтар, сол сұраққа жауап бергенге біртіндеп сыйлықты бере береміз. Ең әуелі мәнді де мағыналы ғұмыр
шешу үшін қазақтың мақал мәтелдерін білу керекпіз. Сондықтан да сөздің көркі мақал деп мен басын айтам, аяғын айтамдадан қолыңызды көтеріңіз, соның жалғасын тапқандарға сыйлықты бере береміз. Ендеше сол бірінші сұрақ, ең оңай сұрақ, сөздің көркі мақал. Жоғар жаққа апамыз, апа, билет келіңіз жолдарға. Рахмет апа. Мынау бүгінгі тойға деген осы үлесіңіз, сіздің қатысып отқаныңыздың өзі. Өзіңізді бір таныстырып кетіңіз, кім боласыз? Осы той жасақтар қайынмен келгенде абысындар болады. Жаным, Мұратбек ағам жеңгесіз ғой, ой жаным, алтын апамызға бір қол шөмек жасап қойсаңыз болады. Апа бір қызық болсын, тағы да мына бала сұрағы көп екен деп ойлап қалмаңыз. Неше бала шағаңыз бар? 7. Алтын алқаның иесісіз. Иә, сөздің көркі мақал, ақжағым. Жігіттің көркі сақал. Елдің көркі сақал. Өте дұрыс. Қол шапала, қол соғып қошемет жасайықшы. Мына берді апа, сізге бірінші осы келініңіздің тіккен әдемі жастығын берейін. Мен енді біреу бермей өткені парымен бір үйде тұрғаным дұрыс. Мынаны жеке-жеке тарап берсе қадірі болмай, екеуі бірге тұрса әдемі болады деген ниеттен. Қол соғып қошемет жасап қояйық. Апамызға, алтын алқаға, апамызға. Бәрекелді. Енді еңбек етсең, емерсің. Еңбек етсең, емерсің. Әпші. Мына әпші қазір бірінші қолын өтеріп қойды, осы әпші билет кесін жауқтарға. Ой, рахмет. Тура әпші формасына қарай музыка қояды екен де. Әпші, еңбек етсең, емерсің, қазір бірінші өзіңіз таныстырып өтіңіз. Кім боламыз? Әулетте Құдаша болады. Құдаша? Ой, жаным Құдаша. Қанша бала шағаңыз бар? 3. Ақ демеңіз. Құдайдың берген 3. Құдай қаласа, өсіп өліп, солардың рахатын көріңіз. Еңбек етсең, емерсің? Тіленбей қарның тоясың. Жоғар жақта кім қол көтермеді? Жоғар жақта біреу қол көтермеді. Еңбек етсең, емерсің? Ана жақтан келіңіз. Мына біздің жүрісінің өзі бей ғой. Атыңыз таныстырмадыңыз, кім боламыз? Марал, Нұрдапшығысың. Нағашыңыз. Ой, жаным, еңбек етсең, емерсің, ары қарай? Ерім берсең жеңерсің. Бәрекелді, бір қол соғып қошемет жасап қояйық. Еңбек етсең, емерсің, ерім берсең, жеңерсің. Бұл енді сұрақтың жауабын тапқандарға бұны әп жастық, Құдай қаласа. Екеуі парымен болсын деп бөлген жоқпын, Құдай қаласа. Ал енді зубочистканың қазақшасын кім айта алады? Зубочистканың қазақшасы. Зубочистканың қазақшасын кім айтады? Ешкім қазақша қайсы? Ол қолын көтеріп тұрған жоқ қой. Кім біледі? Кім біледі? Қызыл біледі. Келіңіз, билет бардағын. Зубочистканың қазақшасы?
Tışmış dedi. Endi tışmış degende orçaga atıp ko'rish qalay bu. Şuş degende jeke gözünün arasında. Kim bo'ladi? O'zimiz tanishtiraylik. Men o'zim bo'lishimiz bo'lib, YouTube-dan ismim bo'ladan. Yüzden patrışıksın. Endi aytayım. Ko'ka geliniz. Dilek maestro muzika. Zubachevska'nın Kazakçası. Pis tazalagıç. Sal endi uxshaydi dedi. Endi men o'zim aytasizlar, o konsertlarni chaqirgan men onu topmaysizlar. Tiz tozalauga arналган juvon ag'achdan jasalgan jigishga tayoqcha deb aytadi Kazakcha. Ekevimizga ulkan rahmat. Ekevimizni bo'lib jarmay. Ekevimizga bir tiysinlik beraylik. Barakalla. Ya çoğunası ekevimga o'xshatdi. Al yerda Қазақта табақтың неш түрі бар, соны кім айтып бере алады? Қазақта табақтың неш түрі бар, соны кім айтып бере алады? Қол көтеріп, ортаға айтып берген адамға приз бар. Қазақта табақтың неш түрі бар? Мен көбіне әйелдер біледі. Мүмкін емес, қазақ сияқты деп қарасам. Табақтың неш түрі бар? Неш түрі бар? Қол көтеріп. Қайсы? Кім айтады? Табақтың неш түрі бар? Білгенімізді айтады ма? Білгенімізді. Қайсы? Көке өзімізді Бауыржанды құттықтауға шақырайық. Бауыржанды. Енді Бауыржан көкем біздің Мұратбек ағамыздың қайынатасы. Иә. Табақтың неш түрі бар? Луизаның ағашы. Иә. Луизаның ағашы атасы. Неш түрі бар табақтың? Bir aktarı var. Айтыңыз. Elhamdülillah Müslüman. Табақтың неш түрі бар деді. Табақтың. Тұра тұрыңыз, сізді құр қайтаруға болмайды. Мәселен мен де ойладым өзі. Әйелдер айтатын нәрсе, неужели көкем деп айтайын деп отыр. Әйелдердің ешқайсысы айтпаған нәрсені неужели көкем деп айтайын. Көке, кешке шай ішесіз. Мынаны сізге. Құдай қаласа. Кешке. Жоқ, оны. Сізді қинамаймыз. Көбіне әйелдер жақсы біледі мұнан. Қай жаққа? Мына жақтан біреу қол көтерді болса ешкі. Келіңіз. Міне, біздің қазақтың әйелдері біледі. Табақтың неш түрі бар екен? Неше түрі барын білмеймін. Бас табақ бар, құда табақ бар, күйеу табақ бар. Негізі тағы кім айтады? Қайсы? Келіңіз. Шықпайсыз, келіңіз. Келіңіз, тоқтап. Мен сізге кете беріңіз деген жоқ қой, жерде тұрады. Табақтың түрлерін айтыңыз. Бас, жамбас, жалтаяқ, қазы, құйрық. Қалай деді? Келіңіз, қосыла берейік, қосыла берейік. Сегіз түрлі.
Kılar tabak, kuyur tabak, baba tabak, ayel tabak. Ayıldı bak ya. Негізі бәрі дұрыс шығар. Мен енді өзім әйел емеспін ғой, мен де білмеймін оны. Мен білетін нәрсе табақтың екі түрі болады. Табақтың екі түрі болады. Бірі тегіс табақ, бірі шұқыр табақ. Екі түрлі табақ болады. Мен табақ сұраладым. Тұра тұрыңыздар енді. Үшіңізді құры қайдармай, мен үшінші қыз қайда? Тағы бір қыздар еді. Сіздерге де бірдей ұстатып қояйын жоба-жобасын. Егер сол табақты точно тапқанда үлкен сыйлық беріп жіберу мүмкін еді. Ой, рахмет. Бірақ енді жеңешемнің ең қымбат өз қолымен тоқыған тоқымаларын қазір таратамыз. Мына жерде шаш кептіріп бар екен. Енді дейікші, алтын алқалы аналар ортаға келейікші. Алтын алқалы аналар. Алтын алқалы аналар бар ма? Жаңа бір апам шықты. 7 балалы. Келіңіз. Тағындар. Алтын алқалы аналар. Келіңіздер, қалмаңыздар. Келіңіздер. Міне, Құдайға шүкір, осындай аналар бар біздің елімізде. Жігітіңіздің үшінде отыр ма? Сіздікі? Екеуіңіздің жігіттеріңіз өте пысық жігіттер екен. Өте пысық жігіттер екен. Өзі алтын әперуге ақша қимай, өкіметтен алтын әперген жігіттеріне бір қол соғып қошемет жасап. Бұл енді сіздерді мен өте құрметтеймін, өте сыйлаймын. Сіз құдағи жақтан, жама құдағи. Қазір бүйтейік мынадан біреу, екеу алтын алқалы аналарға міндетті түрде осындай бір құрмет көрсеткеніміз жақсы. Мынау құдағидің үйінен де айтып жүресіз Құда қаласа. Алтын алқалыларға. Бұл сіз кім боласыз, сол жағын айтып жүріңіз? Жиен, ұшқан құстар аққуды киелі дейді. Адамзатта жиенді киелі дейді. Аққуды атпа сағын сынап, жиен тұрмақ қолын қалтырайды деген. Міне, жиен мен құдағиға бір қол соғып қошемет жасап қояды. Құдай қаласа, біздің Луиза қызымыз осы аналардай өсіп өнсін деп төрге шақырайық. Жай жасап қойыңыздар. Енді ең жақсы билет осы сыйлықтарды алады деген мықты бишілер осы ортаға шығайық. Бар ма екен? Достардан, құдалардан, жездерден, күйеу балалардан. Ең мықты бишілер. Қайсысы? Тұрғаннан кейін отырмаңыз. Келіңіз. Ой, бәрекелді. Таныстырайық, өзімізді кім боламыз? Жиеншан боламыз. Жиеншан. Жиеннен туған жиеншан, бәрекелді. Осы қызды биден жеңем деген жігіт бар ма? Құдалар, жаңа құдалар, осы құдашамды жеңем деген бар ма екен жігіт? Құдалар, құдалардың ішінде жастар көбейді ғой. Кәл, оп, бәрекелді.
Oğuz'un galeriye göre bunu tuğulmadan batır olan he? Tuğulmadan batır. Atımız Arman. Aman Ağası bu. Canarsın ağası. Aman he? Arman. Siz? Gülmira. Yetişe Arman ve Gülmira'nın ortaga. Şakramız ketmedi. Soruyorum çağırt kırayım. Ye kastım. Ona bir yıkıyoruz ki bana kalırsa. Hamile çağırmamış zaten tamire şıktılar ha. Hadi bırak düşeni durdum. Çok azından kim var tağa? Kızın şiir çırga. Basmayacaklar kim var? Bir çıkan bir yedir var mı? Siz özünüzün bir de varlık tanıdıp yalan adına korumuşsun. Aman yakar geldi ay. Öyle. Slava gore, Andali kafas, Andali znači gore, svoj narod priča. Slava gore, Andali kafas, Andali znači gore, svoj narod priča. Qaysi vaqtda kelib anqaymay yurdim. Dovus berib anqab ko'ring. Jiyangizga dovus berib ko'ring. Aha. Kim bo'lamiz? Luiza'nın ağası. Luiza'nın ağası. Qulabalarga dovus berib ko'ring. Oy, rahmet. Rahmet jiyangiz. Tomosha qilyapsiz. Ana Xudo bola shu süregen buncha yetim var mı bizning avulda? Kim var? Xudo bolaga. Xudoshi qaysi? Xudoshi atınız? Dana. Действительно Dana. Ketkergi. Xudo bolaga Xudoshi. Если он скажет в школе скушал, мы ответим просто, что колледжем было. И что на природе скучать. Rahmet. Көз тиіп қапша бере үзіп көтемеді. Шығышқы дейін бар екен өзі майындап тұр. Так, дауыс береміз. Құда бала. Құдаша. Бір айқайдан кешті. Olsun balası. Mana, olsun balası olsa bana şaşın keptirip жүресің. Mana benden Cemişen'in istеген екі көрпешесін bölüge болмайды. Bölüge болмайды. Сондықтан осы Құдашаға екі көрпеше бір қол соқпашына жасап қойайын.
жерге қойып осы құдаштардың еншісінде. Let's get it down. Let's get it down. Атыңыз? Дана. Дана. Дана төрге. Дана құралы өсіп, өніп, елдің арасындағы жаңа батыр аналардай, үлкен ана болсын қадырлағай. Ақ елмен адамның көңілі бір бөлек, ата менен ананың көңілі мың бөлек деп, осы бел құдағайды ортаға шақырайық. Міне Құдайға шүкір, жанарысқа шынайы әкедей қамқор болған, ағада болса әкенің жоқтығын білдірмей атсалысып жатқан барша ағайындары бар. Дегенмен әрине қара шаңырақ иесі орны бөлек болады. Үлкен үйдегі ортада, кіші үйдегі қалтада дейді бір бұлар. Сондықтан да мен ортаға Жанарыстың бауыры ағасы, ағарысты жеңгесі Мейрамгүл құдағайды ортаға шақырайын. Мұратбек аға, көтеріңкі көңіл күймен Нұргүл жеңгеміз құдағайды әкелейік әрекет. Биге ортаға. Мынау енді бір ауыл арасы ғой құда болып жатқан. Құдайға шүкір бір-бірімізді